Әлеміне қош келдіңдер. Достар, бүгінгі видеода сендердің керемет тока-букаларың болады. Әрине, бұның бөлімдері болатын болады. Бұл сериалдың аты «Летний лагерь» деп аталады. Арнаға тіркеліп лайк басып кетейік, достар. Мінеки балалар, лагерьге келдік. Есікті ашып кіре берсеңдер болады. Туф, апай, мына қызды қараңызшы, өте жаман. Болды. Арина, тыныш отыр. Бәрін бөлуге болмайды. Зере, бер кел. Жарайды, апай. Бәрін бастап кіре беріңдер. Мен қазір сендердің бөлмелерінде таныстыратын боламын. Айтпақшы, сендер бияқта бұзықтық жасамаңдар, себебі әр бөлмеде камера бар. Қазір бияққа камераны тексеретін адамдар келеді. Сондықтан тыныш жүріңдер. Ұқтыңдар ма? Жарайды, апай. Туф, камера болған жаман екен. Я, Алина. Я, Арина. Нағасты қараш қандай жаман. Туф, қыздар қойындарса болды, бәрін бөлмеңдер. Бұл да адам ғой. Қайдағы адам емес, бұл пәле. Так, балалар кеттік. Балалар, бұяқтағы камерам бәрі істеп тұр, сондықтан кетті екінші этажға барайық. Балалар, жарайды, апай. Жарайды, апай. Бәрін кіріп алыңдар, мен соңында кірем. Жақсы. Ой, Зере, не істеп тұрсың? Қазір, апай. Так. Тұршы сен. Неге мен сүймеймін ба не? Сүймейсің, я. Болды, қыздар. Зере, сендерден бөлек адам емес, киім емес, сондықтан кіргізіңдер. Кіргізіңдерші. Ой, сен бөлек барасың баршы. Ей, менің сөмкем қайда? Міне. Ой, бәрін тұрғыздым ғой. Беш нәрсе етпес. Арина. Ой, Арина, құшар. Ей, мен анеқа барып тастаңдар. Өттіңдер шал, адамды қыспай. Мен де кірем онда. Туф, адамды қыстырдың ғой. Жарайды, артырайын. Азере кірішке. Мен екеуін бар. Апай, мен де осында отыра беріңіз. Жарайды. Енді біз екінші этажға кеттік, балалар. Балалар енді бір-бірлеп шығындар. Жарайды, апай. Окей. Қазақша сөйлесей. Өзім білетін шығармын, апай. Маған үйтіп сөйлемейсіз. Алиса. Жарайды, апай. Так. Мінеке балалар, мына сендердің нелерін, шомылатын жерлерін. Енді киесі жерге жүріңдер, балалар. Балаларым, сендер мияққа қаз киімдеріңді қойып алыңдар. Сосын сендердің арқары бөлмелеріңді таныстыратын боламын. Ұқтыңдар ма? Жарайды, апай. Мына біріншісі менікі болады онда. Давай өздерін бөліп алыңдар, мен кеттім. Ура, енді мен екіншісі. Тұршы ары, мен екінші. Жарайды, онда мен үшіншісі. Маған бәрі мен үшіншісін ала берем. Онда мен біріншісін аламын. Онда мен екіншісін аламын. Сендер неге бөліне бересіңдер? Біз сияқты қосып жүрмейсіңдер ма? Сол ғой. Бізге бір оқтым ба, мына фу қызды біз қасымыз қалмаймыз. Жарайды. Фу қыз емес, жаған адам ғой ол да. Жаған адам, я. Мен сағындай адамды айтып отқан жоқпын. Ол жай адам, сендер сияқты адам. Бөлмендер сенші? Ай. Бөле береміз, ұқтыңдар ма? Болды, төлеспей қойындаршы. Сен үшін төлесіп отқан адам жоқ маяқта. Жарайды, онда мен біріншісі мен киімдерімді ашып сала берейін.
Пижамам ғой. Деме. Някакво көйлектерімді сап қояйын. Мана. Мен киінгем. О, мен косметикам. Вау, әдемі менің косметикам. Мынаны бүйтіп сап қояйын. Ой. Енді сен бастай бер, мен не сияқты күтемін сені. Жарайды. Не пижамам, не кем енді мен. Бұнды сап қояйын енді мақтыне. Косметикам. Сөйтіп қояйын. Ой, мынаны сауды ұмытып кеттіппін ғой. Кеттік па? Жүр апайды күтейік. Келгенін. Жарайды. Мені ешкім күтпейді ғой. Так, пижамам. Ой, мінеке. Менде ешқандай көйлек жоқ. Мінеке, міне тарағыммен тоқиды сап қояйын. Кітабым және полотенце. Мынаны сап қояйын. Ой. Маған косметика көп керек емес. Мен де апайды күтемін. Дәл сендердің қастарына тұрсам бола ма? Жоқ, тұрсам болмайды. Өзің бөлек тұра салсайшы, не істейсің? Жарайды. Осы үшін. Так. Қара, анау ұшып жатыр. Бер бізге. Бірақ ол мен кеді ғой. Бер дедім ба? Бер. Жарайды, өзіме тағалам. Так. Ол мен ғой. Басына түсем ма? Мұны да алдым ма? Мен де аламын да. Бер маған. Өздері неге ашып алмайсың? Ала алмайсыңдар. Бізге поху. Қыз бастарымен сондай сөздер айтқандар. Не істейсіңдер ма? Бізге бәрібір дедік па? Бәрібір. Жарайды, өзіме алайын. Так, осындай. Ой, жоқ, бұндай емес. Жарайды, іше салайын. Тәттісін-ай. Бұның ыдысына бәріп сап қояйын. Сосын кейіне аламын. Ой, оны қолыма ұстай тұрайын. Шоколадтан алсам. Болмайды. Так, мынаны ішейін. Шабылдатпай ішсей, маған бәрібір. Ой. Мен де ішем. Шабылдатпай ішпейсің ба? Өзің де іштің ғой сөйтіп. Ой, қош. Не айттым ғой. Ой, ана бар киімдерін салып, тез-тез болды. Бізде болай құлдар. Дұрыс айтасың. Пижамам бұлай тұрады. Так, қараңдар, мен сүйікті кином бар. Оны қазір апай таныстырып батқан кезде мен осыны көрем. Қызық, я? Я, қызық, мен де сүйікті. Бірақ мен оның дискасына келмеппін. Мен де сен күн көреміз ғой. Жарайды. Неқа қояйын мен. Ой, мынауын сауды ұмытып кете беремін. Күнде лагерге келгенде. Мен лагерге екінші рет келіп тұрмын. Біз екеуміз бірінші рет келіп тұрық. Сен мен бірінші рет келіп тұрғанды қайдан білдің? Ой, енді өзің айттың ғой? Мен лагерді танимын ғой. Ояқ астында сендерге осындай дисканы көре аласыңдар. Мен кеттім. Қыздар, сендердің қастарына тұрсам бола ма? Иә, болады. Неге зере бөлек тұр? Ой, біз онымен дос емеспіз. Ой, бәрімен дос болсаңдар, мен сендердің қастарына тұрмаймын онда. Неге мен қасыма тұрдың? Енді өздері қыздар ғой. Сен де тұрғызбай қойды ма? Жоқ, өзім тұра салдым. Ой, мен де салам тез. Ой. Алихан, сен кішкентай бала сияқты ойыншық ойнайсың ба? Қойшы, менің ойыншық сүйікті машинам. Да. Так, мен де салайын киімдерімді. Костюмым. Пижамам. Ой, пижамам. Мынау менің парнигім. Мынаны салам, және мыналамды
кітабымды қоям. Осы ше, ана екі қыз неге кітап оқымайды екен? Бәрі косметика толып кеткен ғой. Жаңа Зере сияқты косметиканың орнына кітап алса болады ғой. Менде кітап алып шыққам негізі. Жарайды, мен кеттім. Ой, Ерболдың қасына тұрам. Мен де кітап алып келдім. Қазір менде мына спальнигімді және мына пижамамды алсай. Неге алынбай қалдым? Жарайды, алынбасам болсын. Менің тура дәл. Неге бәрі алынбай қалдым? Мынау жабысып қалған. Енді алынды. Мына жаққа қояйын. Оны сап қоям. Неге алынбайды? Жарайды, алынбай қойсын. Мен кеттім, ұлдардың қасына тұрам. Ой, ұлдар Зеренің қасына жас қалды ғой. Зере. Ұл Зере. Мазақтамадар, біз өзіміз тұрдық, ол Зере өзі тұрған жоқ. Неміз, бірақ сендер қыз болып қапсыңдар, Біз қыз емес, біз жағаны оны уайымдаған соң тұрып отырық. Я, дұрыс айтады. Өйткені Зере лагерге бірінші рет келіп тұрғандықтан. Ой, уайымда қалғандықтар. Біз мен лагерге екеуміз екінші рет келіп тұрмыз. Мен де екінші рет келіп тұрмын. Ал, не істейсің? Ой, кетші, сенімен төбелесейік деген жоқпыз. Қазір апай келсін. Тұл балалар, не шу? Мен сендерді астынан естіп тұрмын. Так, енді жүріңдер, мен сендерді тамақ ішкізем. Және қазір біз сендермен, қазір сендер не істейсіңдер? Сосын кешке жақындап қалғаннан кейін обед, сағат 3-те сендерге қазір шомылдырамын. Сондықтан дұрыстап тату болыңдар, ұқтыңдар ма? Жарайды, апай. Енді кеттік астына. Дин-дин. Ой. Так, апай, біз келдік. Келдік. Апайға қарсы сөйлей бермеңдер сендер. Өзіміз білеміз, біз одан үлкен шығармыз. Ой, кішкентайсыңдар, мақтанбай қойыңдар. Мен жасым онда, мен 12-де. Апайдың жасы сендерден үлкен. Білесіңдер ой. Я, балалар, қыздар, менің жасым сендерден үлкен, және мен 31-демін. Жақсы, апай. Не? Бір. Менің жасым 9-да. Жақсы, сен ол сияқты кішкентай екенсің. Ал мен де ондамын. Айтпақшы, мен 10-ға толам жақында. Мен де толам 10-ға. Бәрін жасым бірдей екенсіз, әрине ана 2 қыздан басқа, әрине Аринадан басқа. Мен жасым 12-де, бәрінен үлкен. Ой, мен жасым 11-де, не істейсің? Маған үлкен, мен сенен үлкен, қарсы сөйлеме. Апайға қарсы сөйлейсіңдер, да? Маған қарсы сөйлеме дейсіңдер, Бізге бәрі. Болды, таласпаңдар. Сендер менің көзімше таласып отырсыңдар. Жарайды, апай, мен таласып отқан жоқпыз. Біз таласып отқан жоқпыз, апай. Біз кеттік, орнымызға отыра береміз. Мен ақ отырам. Мен де сендердің қастарына отырам. Мен кеттім, апай, мен отыра берем. Так, мен ақ отырам. Жақсы, апай, біз отыра береміз. Не отырамыз біз? Сен ана бір орынға отыр. Бірақ деген жоқ, тез отыр ана бір орынға. Жарайды. Естесің ғой. Яқта бір орындық болғанда отыратын еді. Ал яқта ол бір орындық. Жақсы болдым. Жалғыз отырам. Так, қазір тамақ кесін күтейік. Енді тамағымызды жейік.
Достар, осымен видео бітті. Келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, осы видеоға 20 лайк жинап тастаңыздар.